болсаң білерсің, асылменен жасық таубағалы болсай білерсің. Ата-ананың қадірін балалы болсаң білерсің. Ол мен қыздың қызығы, тілі анық шыққанша, жүйрік аттың қызығы қара терге лыққанша, мергендіктің қызығы артқан аңыны жыққаны шу, сыйластықтың қызығы келген жаның шыққан шу. Шешен болар балаңды, тіл қатқаннаны танисың. Ақын болар балаңды, үн қатқаннаны танисың. Ұста болар балаңды, шот жапқаннаны танисың. Ұры болар балаңды, тіл қатқананы танисың. Білгеніңді айтып қал, білгендерден ғибрат ал. Айтарым осы ағайын, айтқанымды ұғып қал. Айтарым осы ағайын, айтқанымды ұғып қал. Қысқаша бір ғайып. Жалпы бақыт деген нәрсе қол жетпейтін нәрсе емес, білесіздер ғой. Бақыт деген нәрсе әрбір қуанышты сәттеріңіздің өзі бір бақыт есептейді. Олай болса Мұхтар Шаханов ағамыз айтқан ғой, бақыт деген немене, бұл немене, бақыт деген заңғар шың ба, біз міндеген кемеме деп. Сонда Мұқағали ағамыздың өлеңін қойсаңыз өзі, әнді бәрібір былайша айтып көргенде былай болып естіледі деген. Бақыт деген сенің бала күндерің, ай бақытсыз бақытты болып жүргенің, бақытында басқасында білмеуің, бақытсыз ойнағаны күлгенің. Бақыт жайлы мынау менің білгенім. Бақыт деген бірде шаттық, бірде мұң. Бақыт деген тәрк еткен түндерің. Бақыт іздеп сорлап жүрсе кімде-кім. Бақыт іздеп мал бақ, мейлің тас қала. Бірақ балам, мына нәрседен тастама. Бақытсың, бақыт іздеп сорласаң, ал бақыт болып сорлап жүрсе сонда ғана масқара. Бақытың мен, бақытың деп біл мені. Мені білсең бақытыңды білгенің. Ал менің ең бақытты күндерім. Балам үшін бақыт болып жүргенім. Екі шашар қашан ешке жайыра берсін. Ал жүп болғанда бір қосылып ән айтып берсеңіздер, мен тартайын шамшылы ән. Ер азаматтардың дауысымен тартам программа. Сіздің дауысымен тартайын ба? Жоғары. Жаңа жетемей қалыптар білем ғой осында. Өзім жетемей қалып жақпады. Шамшылы ән орында жіберіңіздер анау. Кешікпей келем деп. Ayta versin. Yeah.
Qadırlayımda Қазақтың жөні бойынша, салты бойынша, дәстүрі бойынша құйрық бауыр деген рәсім бар. Құйрық бауыр дегенде ағаларымыз, құда-құдағайларымыз қалтаға қолды салып, апаларымыз сумкаға қолды салып деп қоясың. Көріктің дайындай бастайтыны бар. Ерекше құрметпен құйрық бауыр студию, құйрық бауырды ортаға бірайға. Құда-құда деген құйрық бауыр жегізген айналайын өмір қыздан құда қызы дегізген. Мұны тұрған бас құда, мұны тұрған жас құда, айналайын құдалар-ай, ауызыңды аш құда-ай. Құда-құда дегізген, құйрық бауыр жегізген, айналайын құдайдан-ай, құда-құда дегізген. Құда ардақтай, мына құда салмақтай, айналайын құдалар-ай, сыйғанма бармақтай. Құда дегізген, құйрық бауыр жегізген, айналайын екі жастан, осындайға жеткізген. Айналайын екі жастан, осындайға жеткізген. Аузыңыз жана санайды. Бәрекелді аяз. Кез жоқ ешбір кектескен, ұл қыздар үшін от кешкен, құрмаласқан құда боп, құйрық бауыр дос болып, берекелеске беттескен, мың жылдыққа серттескен деген осы міне. Құда қаласа құйрық бауыр ататындар, құда деп айтуға толықтай негіз бар. Құда қаласа үлкен тойдың ішінде бір төс қағыстырасың, содан кейін бақшы ақырет деген құда боласыздар.